Ұстағышымызға керекті заттар ол жіп, карабин, екі тал алынып салынбалы, біз, ілмек біз және қайшы. Ең алдымен біз ілмектер тізбегін жасаймыз. 6 рет жібімізді бос іліп аламыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, 6. Енді екінші қатарымызды тоқимыз. Қазір біз бірінші бағанымызды тоқымай, оны қалдырып өтіп, екіншісінен бастаймыз және өрімнің ортасынан жібімізді іліп алып тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 және соңғы түйінімізде тоқып өтеміз. 6. Енді ұстағышымыздың көлемін жасауға кірісеміз. Ол үшін қазір біз мына жерде кішкентай жібімізді жасырып, бірге арасына тоқып жіберуіміз керек. Тоқымамызды терісінен айналдырып, дөңгелек тәрізді қыламыз. Артқы бағандағы ұзынша тұрған жіптердің астынан іліп алып, тоқимыз. Видеода көрсетілгендей тоқып, әрбір бағаның артқы жағындағы ұзынша бөлігіне тоқып шығамыз. Айналдыра өзімізге керекті көлемде, керекті ұзындықта сөмкеңізге қалай ыңғайлы болады, соншалықты сантиметр ұзындықта тоқып шығамыз. Қазір біздің басында түсініксіз болғанымен, осы артқы бағандарды айналдыра тоқи отыра, ұстағышымыздың көлемі әдемі болып шыға бастайды. Неке мен өзіме керекті көлемде ұстағышымды тоқып біттім. Жібімді кесіп алдым. Сіздерге қалай аяқтағанымды көрсетейін. Жібімізді шығарып алуымыз керек. Қазір соңғы бағанына тоқып, жібімізді іліп алып, аяқ жағын шығарып аламыз. Оны мықтырақ тартамыз. Қазір енді сол жібімізді ұстағышымыздың ішкі жақтарына қарай жасырамыз.
Жіптерімді жасырдым. Енді карабинімізді орнатып, сөмкемізге орнатып қоямыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.